Сәлем достар, бүгін біз Пиндодан келген заттарға распаковка жасаймыз. Видео соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Осын мен, пикникке шығатын заттар бергем ғой, достар. Сол пикниктің тарелка, ложка, вилка, бокалдары. Міне, достар, қараңдар. Қап-сары. Көп келеді екен, оны жерде қатты вилкасы. Осында үлкен тарелкасы бар, кішкентай тарелкасы бар. Бұл, конечно, Альмерейдің Человек-паугі. Так, мынау достар бізде. Аян, не дедің? Тамаққа бір нәрсе тұрып қалғанда шығаратын. Я, мен осыны рекламадан көрген едім. И осыны ауыр екен, оны кәдімгідей. Үйге алып қойға. Барлық адамдарға кеңес беремін. Үйге кішкентай балалар бар болса, әсіресе тамаққа тұрып қалған жағдайда осымен оңай алуға болады. Құрастыра бер, Аян. Не ашып өтсін. Мама, мынау сіздіңкі. Ух ты, мынау менің, қазақша стильдегі бижутерия. Менде сортиі де бар екен. Сырғасы. Мынау моншағы. Мама, қарасам. Ух ты, саған шорты мен футболка Человек-пауктың. Аян, сендерге үйде жалғыз қалған кезде, вдруг тамақтарыңа бір нәрсе тұрып қалып, қақалып атсандар, жүгіріп осыны алып кеп, істейсіңдер. Көрсетші қалайсың? Жоқ, ауырмайды ол. Көрсей. Ей, мен істедім ғой жаңа. Ке, Аян, Айдын, бетке. Наны бетке қойып, кнопканы басады ғой. Мама, кішкентайларға арналған екен. Я, о, Альмериге арналған. Альмери сияқты кішкентайларға. Бетке, Аян, сеп көреміз. Жынсың ба, ертең қақалып қалсаң, сонда қорқып тұрасың ба? Бас. Көрме, тамаңы тұрып қалса, сол тартып алады. Ауырта ма? Ауыртпайды. Мама, ашсын. Ашыңдар. Ашып берші, Альмериге ашып берші, ары қарай өзі ашады. Ашып берем, өзің ары қарай өзің аш. Мынау үлкен не бар деп ойлайсың да коробкада? Аяки. Бұл кімге? Бұл Аянға походу да. Кішкентай сияқты ғой, бірақ, качествосы зор екен. Міне. Дара. 33 дейді оны. Айдынға шақ құны. Мен 32-гем. Дәумане саған. Аянға кішкентай бұл. Көп екен коробкалар, қазір көреміз. Не ол? Ашып көршікен. О, Альмериге. Альмери сенің Человек-паугың. Коробканы ашамаймыз ба? Альмерийдің летний аяқ киімі. Маманы үлкен. Суретте басқаша екен, былай кигенде басқаша алып келді мынау. Мынандай. Мама, Конструктор. не бар? Қазір тұра тұр, көреміз. Сынып қалмасын. Мен өзім білмеймін не заказ бергеніміз. Не ғой? Манго. Бұл газ. Горелка, газ. Альмери, тиме, бұл шайнек қоятын ғой, не ғой? Шайнек қойып, шай қайнататын ғой пикникте. Тұра берсін өзінің үстінде. Мен туфлейм ол. Мен бір туфли заказ бере салғам ғой, летний. Соны қазір көрсетемін ашып. Вау, достар. Күшті екен мынау. Чип жеңіл. Я, бұл маған. Әдем тұратын сияқты. Осындай. И пикникке арналған андай мангал заказ бергенмін. Қазір Аян құрастырады бұны. Көрейін. Оны ашқан екен құрастыру керек. Құрастырасың ба? Көрейін. Давай, ашта құрастыр онда. Мін достар, алдарыңызда Человек-паук.
аяқ киімі біздің Альмери человек болатын фанат о. Үстінде майкасы, шортыйы и осындай аяқ киімі. Қақа барасың, енді садикке барасың ба осылай? Иә. Күшті екен ана, сен сияқты ғой суретінде. Иә. Достар, комментарийге жазыңыздар, мынау не деп ойлайсыздар? Давайте ашпай тұрып жазып кетеміз, достар. Бізге подписаться етуді ұмытпаңдар. Подписка жасаймыз, қан тез. Лайк басамыз. Екеу шықты ма? Бар ма ішінде? Біреуле башында. Достар, мені мен құрастырып біттім мангалды. Мынау стейкке, шашликтерге, стейктерге, мынау неге? Барбекюға. Міне достар, мынау осындай мангал. Мына жерге ана палочкаларын апеш. Палочкаларды қойып, мына жерге Мынау шашликтерді отындарын салып, шашлик ілуге. палочкалары осылай шашлық қоюға болады. Иә. Еще бұған стейк пісіруге болады. Ана жақта біздің пикникте отыратын жеріміз. Еще ана барбекю. Ал енді мұнда бізде осындай стульчиктері, пикникке арналған стульчиктер. И мына жерге столын қойып көршайын. Мына жерге столын. Мына жерде аяқ тұр ғой. Жаман созылады. Дайын ғой, короче, бәрін ашып, жинап, сумкасына саласың. Енді бетін ғой. До конца тарттың ба? Енді ауыр екен. Ой, аяқ келіп қалды. Жоқ, қатырып аяқтар келіп қалады екен. Дұрыс па, білмеймін. Қойып көрші бетіне. Ана трубалары бар ғой, мына жерінде трубалары бар ғой. Короче, жиналып қалмас үшін трубаларын салу керек қой. Осы майысып тұрмас үшін ана трубаларды салады. Мынау ма? Осы жерге салу керек оларды. Ішінен. Ну, типа осындай достар. Короче, мынаны дұрыстап құрастыру керек. Трубаларын тығып. Біз пикникке барамыз, сол кезде общий полный обзор көрсетеміз бұған. Қазір просто асығыс істей салдық. Осындай наборлар бар. И жаңағы мангалымыз шашлик пісіретін, осындай барбекюға арналған. Сосын мынандай өзінің палочкалары бар. Сосын мынандай тазалайтыны бар. Короче, бәрі болғаннан кейін, наверное, тазалайды. Өзінің еще перчаткасымен. Мына жерде мынандай газовый не деп бұны үшін шай қайнататын ғой. Суреті. Вот достар, енді бізді пикникте күтіңіздер.